1856 жылы Испаниямен арадағы соғыстан кейін Вильгельм ханзада тұтқынға түскен испан сарбазын атуға бұйырады. Ағашқа оның денесін байлап қойып, қанша атса да ол өлген жоқ. Неге? Мұның сыры кейін мәлім болды. Сарбаздың киімін шешіп қарағанда, оның мойнында жалпақ бойтұмар салбырап тұрған. Бүкіл атылған оқ соған тиіп, әрі қарай өтпеген. Бұған ызаланған ханзада сарбаздың киімін шешіп атуға бұйырғанда, батыр бір оқтық болып шығады. Өмірде жұртты таң қалдырар мұндай оқиғалар өте көп. Мысалы, Швед патшасы Карл 12-ге қатысты аңыз әфсана жетерлік. Үнді сиқыршысы патшаны желеп-жебеп жүрген. Қанша қастандық жасалса да, Карл 12 аман қала берген. Кейін оның өлімі өзіне тиесілі заттан ғана болатыны анықталған. 1718 жылдың 30 қарашасында Карл 12 мергеннің атқан оғынан қайтыс болды. Тексере келгенде денесіне тиген оқ оның мундирінің металл түймесінен жасалғаны белгілі болды. Сарапшылардың айтуына қарағанда, бұл оқ пен оның шинелінің түймелері қазір Варверк қаласындағы мұражайда сақталып тұрған көрінеді. Расында, кейбір әфсана тарихта мұндай тұлғалардың болғанын жоққа шығармайды. Үндістан мен орталық Африканың бір қатар тайпаларының оқ өтпейтін көсемдері болған. Ағылшын саяхатшысы Лейник өзінің Таман, Куранкос және Сулеймас жеріне саяхат атты жолсапар кітабында Сулеймас тайпасының көсемі Дайлипке қатарда тұрған сарбаздар қанша оқ атса да оның өлмегені туралы жазған. Шындығында ол кім? Мұның себебі неде? Сөйтсе оның құпиясы жаратқан берген құпия тылсым күште жатқан көрінеді. Әрине, қазақ әфсаналарында да суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын кейіпкерлер болған. Ұшқыш кілемдер, көлтауысар мен таусоғарлар және желаяқтар өмірде болмауы да мүмкін. Бірақ адамзат армандаған ойға бүгінде техника мен технологияның арқасында жеткен жоқпыз ба? Солай-ақ делік. Алайда пышақтың қырына денесімен жатып, ұшы жоғары қаратылған 100 шегенің үстімен жалаң аяқ жүгіріп өтетін тылсым күш иелері Қазақстан жерінде де баршылық. Көзіміз көріп те жүр. Бірақ батыр да бір оқтық қой. Бұл мәтелге қанша мойын бұрсақ та, осы кезге дейін жалғыз өзі ақштың басты жауына айналған Фидель Кастро қалайша өлмей 90 жасқа дейін аман-есен өмір сүрді. Саясаттың маңайындағылардың айтуына қарағанда, сол Кастроға 637 рет қастандық жасалған. Оны құралайды көзге атқан мергендердің санағы алды. Автокөлігіне мина қойылды. Тамағына, шегетін темекісіне у қосып берді. Бәрінен де аман қалды. Тіпті оның өліміне кезіндегі ақштың орталық барлау қызметі $2 миллион ақша тіксе де, ол аман қалды. Неге? Кубалықтардың айтуына қарағанда, оның оқ қағар періштесі бар. Атақты Африка сиқыршысы оған үлкен бойтұмар сыйлаған. Оның ішінде кепкен қан мен ұнтақталған кептірілген адамның қызыл тілі бар деседі. Енді мұның қаншалықты ақиқатқа сай екені белгісіз, бірақ 637 рет қастандық жасалған Кастроның 90 жасқа дейін өлмей тірі жасап, өз ажалымен қайтыс болғаны бұл күнде шынайы дерек. Дұрысы, кубалықтар айтатындай жаратқан иеміздің Кастроға көзі түскен. Ал өмірде періштесі жебеген қарапайым пенделер де көп. Айтар болсақ, Хорватия еліндегі музыка пәнінің мұғалімі Франк Селак қиямет қайымда өмір сүрген. 1962 жылы ол мінген пойыз рельстен шығып кетіп, 17 адам бақилық болады. Селак тек қана қолын сындырып алды. Бір жыл өткен соң аспанда тосын оқиға алып, ұшақ жерге құлайды. 2-3 сағаттан кейін іздеушілер ес-түссіз жатқан Селакты 50 метр жердегі жиналған шөптің үстінен табады. 1966 жылы Селак мінген автобус тағы апатқа ұшырайды. 4 адам қайтыс болып, ол жеңіл жарақат алады. 1970 жылы жолда келе жатқанда, оның көлігі отқа оранады. Көліктен қашып шыққан Селак тағы да аман қалды. 1973 жылы ол отырған вагон жанып кетіп, Селактың шашының жартысы күйіп қалады. Тағы да тірі. 1995 жылы оны автобус қағып кетеді. Аман. 1996 жылы оны ауыр жүк көлігі соғады. Рөлді тез бұрып алып кетіп, ол тағы тірі қалады. Айтса адам сенбейтін оқиға. Бірақ өмір бойы ажалмен арпалысып келе жатқан Франк Селак өзін алда үлкен байлық күтіп тұрғанын білген жоқ. 2003 жылы ол өмірінде бірінші рет дүңгіршектен лотерея билетін сатып алады да $1 миллион ұтысқа ие болады. Жоғарыдағы тылсым күш оны соңғы сәтке дейін қатерден аман есен сақтап келіп, осылай аяқ асты бай еткісі келген болар. Расында да бір жаратушы күштің желеп жебеп тұратыны шындық. Пайғамбарымыз
Раббысын еске алатын адам мен оны еске алмайтын адамның айырмасы тірі мен өлінің айырмасында депті. Алла тағаламыз да былай дейді: мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын. Және маған шүкірлік етіңдер де күпірлік етпеңдер дейді. Демек, қай жерде жүрсек те жаратушы иемізге жалбарынып, жиі еске алып, шүкіршілік етуден басқа артық амал жоқ.